Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет болып шығатын палаудың рецептін жасап көрсетемін. Ең алдымен видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қызып тұрған майдың үстіне пиязды осылай жартылай кольцо қылып турап бөліп, қызарғанша жақсылап қызартып қуырып аламыз. Осылай қызарып қуырғаннан соң, оның үстіне еттерімізді салып, оны да жақсылап біраз қуырып аламыз. Екеуі жақсылап қуырылған соң, оның үстіне екі түрлі сәбіздерімізді ұсақтап турап, үстінен салып, жақсылап қуыруды жалғастырамыз. Татымына қарай тұз, зира, кинза салып, тағы да қуырамыз. Барлығы жақсылап қуырылып болған соң, үстінен 3 кесе суымызды құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Сорпасы қайнаған соң, астын жай қойып, 20 минут жай отта қайнатамыз. Сорпасы қайнап бастаған кезде палауға арналған жүзімізді салып жібереміз. Минут бойы қайнап болғаннан соң, 3 кесе күрішімізді жақсылап салқын суға қайта жуып, суы ағарғанша тазалап жуып аламыз. Сосын қайнап тұрған сорпаның үстінен күрішімізді салып, суы бетіне қалқып шыққанша осылай араластырып аламыз. Суы аздау болса, тағы да құйып жібереміз судан. Су тартылғанша газдың астын көбейтеміз. Суы жақсылап қайнап, суы тартылғанша қайнайды. Енді суы тартылған соң, палауымызды ортаға жинап, осылай видеодағыдай бетін жауып демдейміз. Дәл осылай палауды 20 минут бойы демдеп аламыз. Міне қыздар, біздің палауымыз дайын болды. Бетіндегі пленкасын алып тастап, палауды жақсылап араластырып, етін алып тураймыз. Осы уақыт аралығында палауды тағы да кішкене демдеп тұрамыз. Қыздар, сіздер жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.